Сәлем достар, Супергенчектің арнасына қош келдік. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге құлпынай қосылған фрезе тортын дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең бірінші бисквитті дайындауға кірісеміз. Ол үшін 3 дана жұмыртқамызды ағын сарысынан ажыратамыз. Жұмыртқаның ағын миксерлейміз. Аздап көпіртіп алдық. Енді қантымыздың көп бөлшегін жұмыртқаның ағына қосамыз. Аздап сарыға қосып жібереміз. Енді миксерлейміз. Ағын миксерлеп алдық. Қараңыздар, осындай болды. Енді жұмыртқаның сарысын аздап миксерлейміз. Ағы кете берсе де ештеңе қылмайды. Миксерлеп алдық. Енді жұмыртқаның ағы мен сарысын бір-біріне біріктіреміз. Араластырып жібереміз. Енді ұнымызға крахмал қосамыз және разъединитель қосамыз. Білесіздер, құрғақ заттарды бір-біріне араластырамыз. Енді ұн үйлегішінің көмегімізбен массамызға саламыз. Бір келкі болғанша араластырамыз. Мінекей бисквитіміз дайын, енді кольцомызға салып пісіреміз. Осындай әдемі бір келкі күшті масса пайда болды. Пышно еще. Енді бисквитімізді екіге бөліп 22-ші диаметрде пісіретін боламын. Енді бисквитімізді 200 градуста қыздырылып тұрған пешімізге пісіретін боламыз. Егер сізде әсел пеш болған жағдайда 150 градуста пісіріңіз, себебі ол пештің асты мен үсті бір-біріне жақын орналасқан. Кремімізді дайындауға кірісеміз. Біз бүгін ешқандай сливкесіз қайнатпалы крем жасайтын боламыз. Ол үшін бірінші осындай қайнататын ыдысымызға сүтімізді құямыз. Қантымызды саламыз. Араластырып аламыз. Енді мұнда 3 дана жұмыртқамызды саламыз. Және крахмалымызды саламыз. Енді массамызды бір келкі қып жақсылап араластырамыз. Кастрөлімізді көтеріп алып, плитаға барамыз. Енді кремімізді қайнату үшін біз бірінші плитамыз жақсы қызып алу үшін ең жоғарғысына қоямыз, содан кейін ақырындататын боламыз. Және де өте айта кететін маңызды ақпарат, міндетті түрде кастрөлдің жанынан алысқа кетпей үнемі араластырып тұру керексіз. Сол кезде бізде бір келкі әдемі крем шығатын болады. Мінекей креміміз қойыланды. Дайын деген сөз. Мінекей бисквитіміз пісті. Бисквиттің піскенін біз зубочистка арқылы немесе ағаш шпажка арқылы тексеретін боламыз. Енді формасынан пышақтың көмегімен аккуратно етіп кесіп аламыз. Қараңыздар, нәтижесінде осындай нежный әдемі бисквит пайда болды. Дәл осылай екінші қожығымызды пісіріп аламыз. Бізге және де желатин қажет болады. Желатинді 50 грамм қайнаған суға араластырамыз. Және де маңызды тағы да ақпараттардың бірі, міндетті түрде желатиннің халал түрін сатып алыңыздар. Халал түрі ол сиырдан жасалынады, сиырдан алынады. Сондықтан міндетті түрде желатиннің халал болғанын бақылаңыздар. Өйткені халал ас ішкен өздеріңізге жақсырақ. Енді біз кремімізді пластмассамызға ауыстырамыз, себебі темірде салқындау өте баяу жүреді. Енді сармайымызды кремімізге саламыз. Менде бөлме температурасында. Бір келкі масса пайда болғанша миксерлейміз. Желатинімізді кремімізге саламыз. Бұл бізге өз формасын ұстап тұру үшін қажет. Миксерлейміз. Барлық затымыз дайын, енді тортты құрастыруға кірісетін боламыз. Ол үшін бізге осындай пленка қажет. Сіздер файлдан жасаватсаңыздар болады, немесе осындай торттың заттарын сататын жерде сатады. Сыртына кольцо кигіземіз.
Және бисквитті сүтпен пропитка жасаймыз. Немесе сахарный сироппен пропитка жасасаңыздар болады. Құлпынайларымызды алып жуып, басындағы жапырағын, шөбін жұқтысаймыз. Енді құлпынайды дәл ортасынан бөлеміз. Тортымыздың жан жағына теріс қаратып, мына жағын пленкаға қаратып орналастырамыз. Енді кремімізді аламыз, құйып шығамыз. Жандарына төреміз. Енді құлпынайларымызды ішіне салып шығамыз. Құлпынайларымызды толық салып алдық. Енді аздап крем жағып, бір тегісте жіберемін. Бисквитімізді саламыз. Бисквитті сүтпен пропитка жасаймыз. Енді қалған креммен торттың бетін тегісте жібереміз. Тортымыз дайын болып қалды, сондықтан бірінші кольцосын аламыз. Және пленкасынан шешеміз. Торттың бетін мен құлпынайлармен осылай әсемдеп қойдым. Сіз өз қалауыңызша әдемелесеңіз болады. Шоколадный стружкалармен, шоколадтармен деген сияқты. Қазір тортты кесіп көрсетемін. Бисмиллах деп. Мінекей құлпынай қосылған осындай әдемі тортымыз дайын болды. Сонымен достар, біздің құлпынай қосылған тортымыз дайын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Және де дәл осындай тортты жасап өзіңізді және жақындарыңызды қуантыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Құралай Орынбасарова. Келесі видео роликте кездескенше.